Сәлеметсіздер ме? Бүгінгі видеода біз химияның ең маңызды базалық ұғымдарын атомның массасынан бастап молекуланың салмағын есептеуге дейінгі тақырыптарды толық меңгереміз. Видеоны соңына дейін қарап, есептерді бірге шығаруды ұмытпаңыз. Атомдар өте кішкентай және де өздері де кішкентай болғандықтан олардың да массасы тіптен кішкентай болады. Мысалы, сутек атомның нақты массасы бөлшек салмен 1,166 көбейтілген 10-27 дәрежесіне тең. Мұндай үлкен нөлдермен жұмыс жасау өте қиын болып келеді және есептеу де өте қиын және қолайсыз. Сондықтан ғалымдар массаның атомдық бірлігін енгізді. Массаның атомдық бірлігі деп көміртек атомы массасының 12-ден 1 бөлігін айтады. Ал оның 1 бөлігі 1,166 көбейтілген 10-24 дәрежесіне тең. Бұл ұғымнан салыстырмалы атомдық масса деген, яғни AR деген шама шығады. Атомдық масса физикалық өлшемсіз шама. Ол берілген элемент атомы көміртек атомы массасынан 12-ден 1 бөлігінен неше есе ауыр екенін көрсетеді. Мысалы, гелийдің атомдық массасы 4-ге тең. Барлық элементтердің AR мәні, яғни атомдық масса мәні Менделеевтің периодтық жүйесінде берілген. Есептеулерде бұл сандарды бүтінге дейін дөңгелектейміз. Қазір мысалдармен көрсететін боламын. Тек дөңгелектемейміз, бізде де хлорды 35,5 ғана алатын боламыз. Жалпы дөңгелектеу бойынша түсіндіріп өтетін болсам, жалпы бұл математикалық тұрғысынан да түсіндіретін нәрсе. Математикада білесіздер, бірақ тағы да қайталап өтсек те болады. Мысалы, қарайық, литийдің жалпы массасы 6,4 грамм. Яғни атомдық массасы осындай. Біз оны дөңгелектегенде мына үтірден кейінгі санға қараймыз. Үтірден кейінгі сан 5-тен жоғары болса, онда оған 1 қосылады, яғни мына жерде 7 болады. Ал магнийді қарайық. Магнийді 24,31. Так, мынау 5-тен төмен болса, онда ол сол қалпы қалады, яғни мына жерде 24. Так, мына жерде цинкті қарайық. 65-те 41. Яғни 5-тен төмен болып тұр, ол сол қалпы қалады. Так, аргентумды қарайық, яғни күмісті 8, яғни 5-тен жоғары, бұл бізде 108 болады. Так, енді қалғаны хлор, хлор 35-те 45, яғни бізде болады 35,5. Тек қана бізде хлор ғана үтірмен арқылы ғана қолданылады. Біз атомдық массаны қалай қолдану керектігін және оны қалай есептеу керектігін білдік. Енді бізге керек химиядағы тақырыптардың бірі ол формула. Химиялық формула заттың құрамын химиялық элемент таңбалары мен индекстер арқылы жазу. Формуладағы элементтің оң жақ төмендегі кішкентай сан индекс деп аталады. Ол молекула құрамындағы атомдар санын көрсетеді. Мысалы, қарапайым судың формуласы H2O. Бұл формуланы зерттейтін болсақ, талдайтын болсақ, бұл жерде бізде 2 атом, сутектің 2 атомы және оттектің 1 атомы бар. Бір бізде жазылмайды, яғни жазылмаған уақытта біз ол жерде 1 деген сан бар екенін әрқашанда білуіміз қажет. Ал формуланың немесе элементтің алдына қойылатын үлкен сан ол бізде коэффициент деп аталады. Ол молекулалардың немесе жеке атомдардың санын көрсетеді. Мысалы, E3NH3 дегеніміз аммиактың 3 молекуласын білдіреді. Немесе банағы H2O-ның алдында 2 деген сан тұратын болса, ол бізде судың 2 молекуласының бар екенін білдіреді. Енді жаңағы айтқан индексті қалай болса солай қоя салу өте қате болып саналады. Яғни индекс арқылы бізде формула құрылады. Ал сол формуланы құрастыру үшін бізге тағы да қажет нәрсе ол бізде валенттілік ұғымы. Валенттілік бұл химиялық элемент атомының өзіне басқа атомның белгілі бір санын қосып алу қабілеті. Мысалы, әр элементтің валенттілігі әртүрлі.
сутектің валенттілігі әрқашанда 1 болады, оттектің валенттілігі әрқашанда 2 болады. Бірақ элементтердің барлығы тек бір валенттіліктен ғана тұрмайды. Мысалы, 2-3 валенттілікті ие бола алатын элементтер бар. Олардың қандай элементтер екенін және олардың қай элементтер екенін қазір кестеде көрсететін боламын. Яғни, валенттілікке байланысты элементтер 2-ге бөлінеді: тұрақты валенттілік немесе ауыспалы валенттілік. Валенттілік рим цифрларымен элемент үстіне жазылады. Яғни, валенттілікті қарайтын болсақ, мысалы, алюминнің валенттілігін алайық. Өзі 3 валентті, оттектігі 2 валентті, екеуінің арасында қосылыс түсетін болсақ, 3 пен 2. Мысалы, жалпы алғанда мынадай нұсқасы бар. Екеуінің ортақ ең кіші еселігін табамыз. Ол бізде 6. 6-ны 3-ге бөлім 2, 6-ны 2-ге бөлім 3. Яғни алюминий 2O3 болады. Немесе бұны былай шығаруға да болады. Егерде екі элементтің біреуінің валенттілігі тақ, біреуінікі жұп болса, онда X пропорция ретінде шығарса болады. Мысалы, мына жерде 3 болды ғой валенттілігі, мына жерде 2 болды, иә. 3 дегеніміз тақсанда 2 деген жұпса, онда X ретінде бүйтіп, яғни жоғарындағы валенттіліктер оның астына индекс ретінде түсе алады. Яғни, мысалы, 2 деген алюминийге 2 болып, 3 деген 3 болып, яғни мына нәрсе сол нәрсе қайтадан шығады, иә. Мысалы, фосфорды алайық. Фосфордың 5 валенттілігін алайық. Оттектің 2 валенті. Оттек бізде әрқашан 2 валентті. Енді қарайық, 5 бізде тақсан, 2 жұпсан, иә. Яғни не істейміз? Жаңағыдай қыламыз, пропорция қыламыз. Сол кезде бізде болады. Мысалы, мына жаққа түсетін болса, сол кезде бізде болады P2 O5. Бұл тек қана тақсан, яғни біреуі тақсан болғанда ғана. Ал егерде екеуі де жұпсан болатын болса, валенттілігі. Мысалы, күкіртті алайық. Күкірт, мысалы, ең жоғары валенттілігі 6. Мына бізде 2. Бұл жерде мына ең басында қалған, жасаған валентті нұсқаны аламыз. Яғни 6 мен 2-ның ортасында ең кіші еселік 6. 6-ны 6-ға бөлім 1 бізде жазылмайды. 6-ны 2-ге бөлім 3. Яғни формула SO3 болады. Немесе, мысалы, тағы да не алайық? Егерде, мысалы, магний мен оттегінің арасындағы не? Так, магний бізде 2 валентті, оттегі 2 валентті. Егерде валенттіліктері бірде болса, онда ешқандай да индекс жазылмайды. Яғни ол сол күйінде қалады. Магний О. Так, қандай тағы нелер бар? Мысалы, осы магниймен алатын болсақ, магний 1 валентті, хлор. Так, хлор бізде металлармен әрқашанда 1 валенттілігі болады. Магний 2. Яғни хлордың жалпы валенттілігі көп, бірақ именно металлармен қосылыс түзген кезде ол 1 валентті болады. Енді қарайық, мынаны жаңағыдай X образды қылсақ болады. 1 деген тақсандар жасады, иә. Так, мына жерде 1 түседі, мысалы 1 түседі, бірақ 1 жазылмайды. Мына 2 мында түседі, яғни магний, хлор 2. Немесе, егер мынандай нәрсе қиын болатын болса, онда ортақ еселік тауып шығара берсек болады. Мысалы 2, 2-ні 2-ге бөлім 1, 2-ні 1-ге бөлім 2 мына жазылады. Дәл осындай, мысалы, 5 пен 2-ның ортасында бізде ортақ еселік, мысалы 10, 10-ды 5-ге бөлім 2, 10-ды 2-ге бөлім 5, өстіп астына индекс жазылады. Яғни индекс дегеніміз астына оң жақ бөлігіне төменге жазылады. Яғни ешқандай да біз индексті коэффициент ретінде алдына жазбаймыз. Мысалы, алдына бүйтіп P деп жазып қоймаймыз. Индекстерді қалай қою керектігін, валенттілік бойынша химиялық формулаларды қалай құрастыру керектігін біз біліп түсіндік. Енді ары қарай бізде химияда осы құрастырған химиялық формулалардың массасын табу жөнінде есептер келеді. Есептер сол арқылы шығарылады. Яғни химияда салыстырмалы молекулалық масса деген ұғым бар. Салыстырмалы молекулалық масса МР деп белгіленеді. Ол зат молекуласының массасы көміртек атомы массасының 12-ден 1 бөлігінен неше есе ауыр екенін көрсететін шама. Оны табу үшін молекула құрамындағы әрбір элементтің, яғни атомдық
массасының мәнін оның индексіне көбейтіп барлығын қосатын боламыз. Молекулалық массаны есептеп үйренейік. Молекулалық масса mR, иә? Мысалы, банаға алюминий 2O3. Так, не істейміз? Атомдық масса алюминийді 2-ге көбейтеміз, яғни өзінің индексі 2, иә? Ол 3-ге қатысы жоқ. Қосамыз. Атомдық масса оттегіні 3-ге көбейтіп. Так, алюминий бұл бізде 27. Оны 2-ге көбейтеміз. Оттегі бізде 16. Оны 3-ге көбейтеміз. Так, 27-ні 2-ге көбейтсек, бұл бізде 54. 16-ні 3-ге көбейтсек, ол бізде 48. Так, бізде болады 102. 102. Мысалы, есептейік, бізде мындай кішкене қиын қосылыстар бар. Енді 7-ші классқа бұл келмейді, бірақ сол уақытта айта берейік. Мысалы, кальций OH 2 еселенген дейді. Мысалы, қарайық, мына 2 жақшаның сыртында тұр. Онда мындай уақытта қалай есептейміз? Атомдық масса кальций қосамын, жақшасы ашамын, атомдық масса оттегіні, атомдық масса сутегіге қосып, оны 2-ге көбейтемін. Тең болады, яғни атомдық масса кальций бұл бізде 40. Так, жақшалады, оттегі бізде 16. Оған 1-ді қосамын, сосын көбейтемін 2-ге. Яғни мына жерде қарасақ, 2 деген, ол жақша тұр, содан кейін сыртында тұр. Мысалы, ол бірақ жақшаның ішінде кальций жоқ, тек қана осы 2 ғана. Яғни осы 2-нің атомдық массасына ғана көбейтіледі. Так, мына жерде 16-ны 1-ге қосам, 17, 40-қа 34 қосам. 74. Мысалы, келесі бір қосылыс H2SO4 алайық. Яғни бұл бізде күкірт қышқылының формуласы. Яғни атомдық масса сутегі көбейтемін. Так, сутегіден кейін 2 тұр, бұл тек сутегіге қатысты 2 көбейтемін. Сутегіден кейін бұл бізде күкірт тұр. Содан оттегі көбейтемін 4. Мына 4 деген тек қана оттекке ғана тұр. Егер де ол банағы жағдай сияқты, мысалы, мына жерде бар ғой, мына жерде жағдай сияқты оттегінің міне. Так, оттегінің оттектің сутектің жақшаға алып сыртына тұрса, онда S-қа көбейте аламыз. Ал мына жерде тек қана неге өтеміз? Шатасады, көп адамдар шатасады, сосын түсіндіріп өтіп жатырмын. Тек қана оттегі өтеміз. Яғни қарайық, бізде сутегі 1, оны 2-ге өтем. Күкірт 32, оттегі 16 көбейтілген 4. Так, 2 қосамын 32, 16-ны 4-ге өтем 64. Так, оны қосатымызда 98 шығады. Яғни біз осылай есептейді екенбіз. Бүгінгі сабақта біз атомдық және молекулалық массаны табуды, валенттілік бойынша формула құруды үйрендік. Видео пайдалы болса лайк басып, каналға тіркелуді ұмытпаңыз. Келесі сабақта кездескенше.